Ақтөбе футбол командасына жаңа бас бапкер тағайындалды. Еңінді команданы 34 жастағы Владимир Газаев жаттықтыратын болады. Ресейлік маманмен 1,5 жылға келісім шарт жасалды. Ол бұған дейін Алания командасының бас бапкері болған. Айта кетсек, Владимир Газаев әйгілі кеңес футболшысы, халықаралық деңгейдегі жаттықтырушы спорт шебері Валерий Газаевтың ұлы. Жаңа бапкер команданы алға сүйреп, Қазақстан чемпионатында кем дегенде 3-ші сатыға көтеруді көздеп отыр. Сонымен бірге Европа лигасында топтық турнирге өтуді мақсат етеді. Ақтөбе командасының бұрынғы бапкері Владимир Никитенко өз еркімен қызметтен кетті. Бұған команданың Қазақстан біріншілігіндегі бірнеше жеңілісі себеп болды. В составе команды есть очень хорошие игроки, очень опытные. Команданың құрамында өте тәжірибелі, кәсіби ойыншылар бар. Сондықтан алға қойған мақсат орындалады деп ойлаймын. Ол үшін ойыншылар барын салып, өз міндеттеріне жауапты қарап, жаттығуды жақсартады. Біздің мақсатымыз орындалады.